Кредитін өтей алмай қиналған қазақстандықтар үшін жағымды жаңалық. Қазақстанда проблемалық несиелерді коллекторларға өткізуге тыйым салынуы мүмкін. Бұл жаңашылдық кредитін өтей алмай қарызға батқан қазақстандықтарды қолдау мақсатында жүзеге асырылмақ. Сондай-ақ үкімет несие беретін микроқаржылық ұйымдардың жұмысына да өзгерістер енгізуді қарастырып жатыр. Бұған дейін Қазақстанда 28 мың адамның жалпы құны 650 миллион теңге проблемалық несиесін кешіру туралы шешім шығарылған. Бірақ бұл алған несиесін өтей алмай, қарызға батқан қазақстандықтарды қорғап қалудың бір ғана амалы. Енді қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жеке азаматтардың кепілсіз тұтынушылық кредиттері бойынша проблемалық берешегін коллекторларға өткізуге тыйым салатын бастамасын қарастыруда. Бүгінгі таңда проблемалық берешекті қайта құрылымдау тәртібі заңнамада белгіленген. Қазір борыш алушылардың жүктемесін азайту қарыз алушылардың өтініші бойынша жүргізілуі мүмкін. Бұл ретте микроқаржылық ұйымдар қарыз алушының қаржылық жағдайын, оның кірісінің деңгейін, әлеуметтік мәртебесін және өмір сүру жағдайларын жеке талдау негізінде айқындайды. Жаңашылдықтар микроқаржылық ұйымдардың жұмысын қатаңдатуды да қарастырады. Мәселен, бұдан былай шағын несие ұйымдарының төменгі капиталын 100 миллион теңгеден 200 миллион теңгеге дейін өсіру жоспарланған. Сондай-ақ коллекторлық нарықта тек жауапты қатысушыларды қалдыру көзделген. Ол үшін коллекторлық агенттіктердің жарғылық капиталының мөлшері 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін 2 есеге 50 миллион теңгеден 100 миллион теңгеге дейін ұлғайтылады. Бұл қаржы нарығын реттеуге әсер етуі тиіс.